Жоқ, транс емес, қыппа, қыз. Айбейт деп. Қосылып кетеді ондан сонда деп кешіріңіздер деп. 100 рет жылап тастады уже. Отвечаю. Аружан, жоқ, Алматыда прям мындай, не? Қырсаң келіп, Арген тыңдамай. Шоққа келіп, бір қыз менен мындай, сүйіш көрген емес кем негізі. Мен вообще қыздардың артынан жүгірмегем. Мен менен кетші, пожалуйста, деймін. Деймін, конечно. Не, деш керек. Я, если хочу, гүл хочу деп айтам, стейк хочу деп айтам. Демек той жақында оқшайды. Жүрегім жалай бастады. Азыр. Маған 3 миллион емес, 50 миллион не жалко. Что там, точно тұрмысқа шығайын деп жатсың ба? Үйді ремонттау керек па? Аржанға жолық салынып баштап тұр. Вообще сөз бермейін деп тұр ғой, үйленгеннен кейін маған вообще аузын жапты, мен өзім сөйлеймін деп. Все, өтіріледі, па? Аржан, Қазақстаннан бала таппай қалдың бы? Мысығымды көресіңдер ма, қарандар деп. Мынау потя ғой қазір. Аружан ғана. Все нормально. Кереметімсің, татына қайым, қымбатым менің, жақшына қайым, құшағыңнан мен келші асылым, атып алайым. Салам достор, салам Соло ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бул жолку Жылдыз Сайым рубрикабызда дагы өзгөчө коноктор бар. Буга чейин эсиңиздерде болсо, бир болайык берүүсүн Кыргызстанда Назарали деген мырза барган. Андан кийин эле аны жалгыздатпастан Арген деген дагы мырзабыз барып катышып, азыркы тапта өзү жалгыз келбестен Аржан аттуу кызды кошо алып келип, ал эле эмес, жолук дагы салып койгонуна күбө болдук. Бүгүн анын чын төгүнүн азыр сурайбыз. Келген конокторубуз менен маекти баштайлы. Қош келіпсіздер. Қош келдік, ассалаумағалейкум. Алматы жалпы Қырғыз елі жана Соға медиа порталынан көрермандары. Жакшы. Аржан, қош келіпсің Қырғызстанға. Қош көрдік. Қандай тосып алыштың? Біз өзімізді аябай меймандоспыз деп мақтайбыз да, қандай екен? Я, біз тосып алған кезде біз көп адамдарға айтпағанбыз ғой, тосып алыңыздар, осындай уақытта келеміз деп. Сондықтан кішкене бір нелер болып қалды, түсінбеушіліктер болып қалды. Одан кейін негізі бүгін міне кеше біз түнде келдік та, жай келдік. Одан кейін бүгін таңертең жақсы қарсы алып жатыр да, міне қолдаушыларымыз. Жоқ, кеше жақсы қарсы алып қолдаушылар. Просто biraz кешігіп қалды, кеше бөлімдерше. Бұл өкіл кішкене аңсайын еме болып, ұрушып, қайраймен тарашып, ақыры Чақты нейсі? Чақты шықты? Біз оның алдында әрбір 5 минут сайын ұрысып қалатынбыз ғой. Бірақ Қырғызстанға келгелі, бірақ ұрысып тұрды. Неден шекарадан өткеннен кейін андай. Ал жақта таштадым, все Қырғызстанға келдім. Аружан жоқ қой андай. Аружан жоқ, Алматыда прям мындай, не? Қырғызстан келді, Арген тыңдамайды. Я, хорошо, подожди, ешкім біле такой, Арген қайда кеттің? Бір жаққа шығам ғой, еуімі қаяқтасың, ұстап жатым ғой сен. Яшы. Кел әнді Аржан, сен менен жақындан танышалы, қанша жаштасың, азыркы учурда эмнемен алектенесиң, дал ушул боюнча кененирээк айтып берсең. Мен есім Аружан болады, жасым 22-де, Алматы облысы Талдықорған қаласынан боламын. Мен қазір енді айналысатын сферам ол TikTok болып саналады. TikTok, SMM, жаңа медиа сферада айналысам. Өзімнің қазір курсымды жүргізіп жатырмын. Енді Аргенде соны тартып жатырмын да, сол жаққа жүр деп кезінде бұл да кісі TikTok стример болған екен. Раньше, конечно, мұрда болған негізі. Соны айтамын да, бірге түсірейік, бірге жасайық. Просто ал нәрсеге бір келішесің ғой, қайрат шығыш қиын ал нәрседен ше. Қайрат кіргеннен шығыш қиын үшін үшін біраз азыр кірген жоқ. Мен өзім іштеріммен де олар болып жүрем азыр болды. Негізілі мінеки Арген, ал жаққа барыңдың мақсатың емне олды деген сұрауыны бергім келіп тұрады. Анкені бізделі қыздар біраз қызғанауыз да өз-өзі мұрсалары башқа жаққа кетіп. Негізі бұл сұрауын маған вообще бары бергем, неге именно шо қазақ қызы, неге ал жаққа депше. Шындығында менікі шоққа келіп бір қыз менен мындай сүйіш көрген емес кем негізі. Сүйіп көрген емес кем. Алдавачы. Алдава еле алмай. Маған өстіп айтады. Сүйіп көрген емес, неге ошыл беме. Негізі маған Арген айтқан болатын, ана жолы ұрсып қалдық та, соны үйге келіп маған гүлді беріп жатыр да, кешір деп, анау ренжітіп қойдың ба, жылап қалдың ба деп. Айтады да, мен вообще қыздардың артынан жүгірмегем. Қыздар менің артынан жүгірген. Ал сен типа өзің жүгіртіп алсың, вообще мен намысыма тиіп атсың сен дейді да. Я такой. Жоқ, просто өткенде біраз мен емол қоғам, жаңағы кетіп кешігіп барып қоғам да менше өзім нерв болып барсам бұл тұрады да. Теп тұрады, не болды десе мен біраз еме болды. Ошы уақытта барып, өлі бір жинім келді.
кейін қайра эле татуулашып алып жоқ енді студиядан шықтым, бұл деген 1,5 апта болған жоқ, мен бұны көрген жоқпын, енді келген кезде бір андай қылып келе ма деп ойлағам ғой. Сөйтсем сен наоборот өзің барған эме болсаң, жоқ, сөйтсем бұл маған звондайды, сүйгенім келді, наоборот мындай эме болбайсың деймін, қана фрукты деген орнына. Короче, негізі не болған, жаңа эфир болады ғой, эфирде жаңа қыздардың темасы жаңағы алма бір эме болып тұр да, подарок болып тұр да. Бірақ мен шындығында немеге кірдім, жаңа магазиндерге кірсем, неме жоқ екен, жаңағы неле, корзина жоқ екен. Не пакетке салып алсам, о, бол береді бұл, қаяқты айтады болшы, жоқ, корзинадан ғана арген дейді болды да, молча. Осы айтпасын деп жөн өзім келіп тұрам ғой. Келсем, деп тұрады да, мындай қылсам қашады. Бар кетсең үйіңе кет дедім, анан қайра үйіне кетті. Жоқ, бұл Бекіш деген досы бар да, Қазақстанда. Бекішпен тұр. Сосын бүйтіп қарайды, қол қалтасын салып алған маған бүйтіп жатамын деген сияқты қарайды. Сөйттің. Потом келдің ғой бүйтіп, сосын маған мен жақтырмай қалдым, сосын айттым, не істейсің кешке дейді, мен үйге қайтамын, сен қайтсаң қайта бер дейді маған. Жаңа не дейін ғой? Менен кетші, пожалуйста, деймін. Деймін, конечно. Неге деш керек та? Жоқ, неяқты өзім нерв болады, эфирге шын кешке болды. Нерв болсаң өзің. Аға чейін бір еме болар үшін, не деп қотылы? Жаңағындай тосынсыз деп, короче, сюрприз болшы. Сюрприз қылып болшы. Ал нерсен бүтін ез даярдағам, бар атмен олды да. Течіп алып, нерв болып, олсам бұлдаға шығып нерв қоттан, бар кетсең кете бер дейсің дечім бай. Анан келемі, башқы мақсаты не олды шу жаққа барып қыз іздедің? Ал жаққа барып не мақсатым ошо өзімнің серьезно қалғанда. Ал жаққа барым себебі өзім махаббатымды тауып жаңа көргім келді. Неге барып көрбеске? Өзі-өзін бір қазақ бір туғанымыздың қыздары почти қазақ қырғыз мен үшін бірдей. Қырғызстаннан тапқан жоқсың ба? Қырғызстаннан тапқанда қандай, бірақ өзім іздеген адамды тауып алғанкені мен өзімді біраз характерім біраз ауырырақ та, анан бұныңқы да ауырырақ, екеуіміз прям топ келішіп қалдық та, анан алла беречі. Аржан, мынакей ошол программа бардың, Бирболайга бардың, ал жака барганда атенең каршы чыккан жокпу? Качан эле кыз киши күйөө издечи эле депчи? Жоқ, мен қыздың жасы уже, мен 22-де, бізде 22 деген ана мен тиғаным деді. Жоқ, 22-де мен мамам қашан тұрмысқа шығасың деп 20 жасынан бастап сұрай бастады уже. 20 жас, 22, сен уже арғардай тұрмысқа шықпайсың дейді, бизнес, карьера деп кетіп қаласың, оны мен білемін дейді. Сондықтан қашан деп жүрген кезде, бір кезде көріп қалдым, мен де Бирболайық жобасының барлығы үйленіп жатқанын көрдім да. Одан кейін үйге мен де бағымды сынап көрмеске, мүмкін осы жерден таба шығар бағым дедім да. Мамаға айттым, барам дедім. Басында кішкене қарсы болды да, одан кейін айтты, енді өзің білесің ғой, үлкен қызсың, тем более саған уже тұрмысқа шығу керек деп. Мамам басында қарсы болды да, апам звондап айтты, ей, тұрмысқа шықсын, қыз деген уже 23-ге келеді, барсын, нетсін, тұрмысқа шықсын, хотя бы біздің көз алдымызда жүреді дейді да. Енді біз 4 сағат отырамыз ол жақта, көз алдымызда жүреді, прямой эфирда отырады. Так что нормально деді, бәрі нормально қарады негізі. Аргенге чейин дагы ал жакта сага ошол келген мырзалар болду эле. Алар менен мамилең менен, алар менен Аргендин кандай айырмачылыгын байкай алдың? Олар мен айырмашылығы өте көп. Оларға мен тік мінездім ғой. Сразу айтам, мен айтам, я если хочу гүл хочу деп айтам, стейк хочу деп айтам. Стейк тема ғой, стейк. Басында бұл келгенде сырласу кафесіне барамыз ғой, кафесіне сұрадым да, естіп қарадым. Мен тік мінездім, айтам, я хочу стейк, я хочу гүл десем, сен оның бәрін айтпай-ақ, мен бәрін істеймін деді ғой. Просто мындай жақпайды да, шындай алып бер дейді ғой, шындай вайше алып бергім келмейді меніңше. Сосын мен негізі ешқандай ер азаматтан көрмегем, күнде гүл алып келеді да, студияның алдында күтіп тұрады. Басында мен енді бұны бүйтіп қарадым. Хайп үшін келді, қойшы деп бүйтіп қарамағам. Бірақ күнде эфирдің алдында, күн суық болса да бір гүлмен мені қарсы алып алады да. Сол прям бір галочка кетті, 2 галочка кетті. Сосын мысалға ресторанға бір жаққа барсақ, сразу андай столды бірдеңке андай мелочь заттарды қыздар тез байқайды ғой негізі. Ана куртканы шешіп беру, орындықты, там машинаның есігін ашып беру, өте маған үлкен не да, галочка да. Содан кейін уже ақырындап жүрегім жалай бастады. Азыр. Қазір ақырын етіп ашылып тұрды сезіміне. Негізі басында мен сезімге қатты берілгім келген жоқ, себебі көпсін тағылды ғой маған, сен ананы ұтып келдің, ананы ұттың дейді. Одан кейін ойладым, негізі оказывается бүйтіп саралап қарау керек дедім да. Ақырындап адамға тез ашылмай, негізі бүйтіп ақырындап қырларын қарап, содан кейін барып сезім толықтай ашайын деп ойладым.
мамам негізі бірақ Аргенге переживать еткен жоқ, сразу жіберді. Арген 100 жылы, мен сенемін деп. Апасына шалым, қызыңызды апарып келсем өзім, о, жарайды, апарып кел, саған ішенемін деп айттым. Мен өте сүйіндім мен, что маған ішенгеннің белгісі дедім анткені. Эми жаңа кебеклеп отқан, жоқ, апарба қой, тияқпай айтты, бірақ анкен жоқ мағанша. Все, давайте біз да не деді, бірдеге деді. Я мамам деген переживать етіп кеткен ғой. Құдалық жасауың ба? Ушинте даярдана берейин бе деп сепкечи. Ё-моё деп прям эме болупту, уже даярдан баштагым бар делечи. Таңертең мамам маған звондайды, бояндырып атса, сен бүгін барасың ба Бишкекке? Я барам десем, мама тұрады да, еседі ғой, мен түнімен давлением көтеріліп шықты. Что-там точно тұрмысқа шығайын деп атсың ба? Үйді ремонттау керек қой. Енді сен бір болайықта бізде тез болады ғой, тез тұрмысқа шығады ғой, там тез сөз салады, одан кейін тез тұрмысқа шығады. Соны айтады да, біз үлгереміз бар үйді ремонт жасап, анау мынау төсек орын жиналмаған әлі деп мама. Негізі жақсы қарады ата-анам. Жақсы. Арген мінекей ал жаққа барып танышқаннан кейін, танышу башында қыздардың бардығы эле жакшы болор эмес да, жөн эле эчтеке кылбайбыз, тамак да көп жебейбиз. Эчтеке кереги жок деп акырын сүйлөйбүз, анан акырындап чыгып баштайт да. Ошондой нерсени байкап жаткан учуруң окшойт азыркы тапта. Байкалып бүттү негизи. Биз негизи башында вообще урушкан эмеспиз, эле көзчү. Бир апта вообще урушкан эмеспиз, уже экинчи апта уже күндө урушабыз, кайра жарашабыз. Бирок негизи башында мага мынтип экөөбүз жаңа катуу урушкан эмеспиз да. Бир күнү эле мага чалып алып, сен эмнеге антесиң деп баштады. Мам, ушундай аружанбы дейсиң кересичи. Айттым, ушундай вообще бакырба дедим менчи. Мага эркек кишинин жасыйлап алган эме вообще мага жакпай кетсем, уже бул кийин түшүндү. Айтсам, все, Арген, мен өзгөрүүгө тырышам дегенден кийин прям я уже кайфую да. Жок, өзгөрүүгө тырысам деген кезде буга мен айтканым, он начал меня загонять в рамки дейді ғой. Я не люблю такое, мен өзім негізі өз-өзімен өскен адаммын да. Маған ешқашан ешкім маған рамка қоймады, сен бүйтпейсің, сөйтпе деп. Арген начал маған айтуға типа, сен былай отырма, сен былай сөйлеме. Жок, просто жанагы антип эме да, эми бир аз жанагы өтө деле эмес бул. Просто эми жанагы кыз кишиге бир аз эме болот го, жанагы ачараак нерселер болот го, ошондой, давайте алдын жаба салчы, тияка салчы деп айтам. Бул башында бир аз эме болгон, мага жанагы каршы болгон жок, ушинтем депчи. Бирок азыр эле, всё дейт. Жок, мен түшүнгөнүм, акасы жигит алдап сулап стол керек экен. Жай сен дұрыс түсүндөң, өзүңдү. Башында жок деп туруп атат уже. Арген, пожалуйста, мен сразу давай дедим сразу. Жакшы. Анан негизи эле ушу мага кызыгы, ошол программада отуруп алып, ал жерде катышуучуларды ар ким өзүнүн оюн билгизет да. Анан ошон эми кыздар ушундай болосуз го, бирөө айтса, значит мындай кылышым керек экен деп, тиги башканы айтса, ага кирип кетебиз го, ойлоруңдачы. Кээде оюң өзгөрүп кетет, анан ошондойчулар болобу? Мисалы ал жакта Аргенди эмне аласың дегендер болобу? Ой, көп айтат мага негизи тек гана катышуучулар эмес, негизи менин туускандар жагымдан, өзүмдүн башка досторум да, колдоочулар да айтат, Аргенге көп сене берме депчи, что-то слишком все идеально деген сыяктуу. Энди олар Аргенди мен сыяктуу билмейт да. Мен мисалга 24-те жетет мисалга биз сөйлөсөбүз, уже жанында жүргөндөн кийин адам кандай экенин сразу билесиң да. Мамам негизи адам тааный билет да. Мамадан сурадым, калай деп едим. 100 жылы енді өзүң сөйлескенине карай көрөсүң го деп. Бирок мен эч ким негизи сөзүнө маан бермеймин. Өзүм жүрөгүм не деп турса, сону тыңдайм. Арген. Жакшы. Арген казакча сүйлөп баштаптыр. Үйрөтүп койдуңарбы? Иә. Жок, бул да. Ооба деп. Ооба, чоң рахмат деп мен ошондой рахмат деп үйрөнүп алдым. Демек бардык нерсени азыркы тапта үйрөнүп жаткан учуруңар экен. Анан Дарчаңарда көрүп калдык, Аржанга жолук салынып баштаптыр. Демек той жакында окшойт. Жок, айтпайсың азыр. Жок, айтады ғой, кыз сүйгөнү калат, ол сүйгөнү алат дейді ғой. Бул жак нерсе, бардык нерсе азыр мага багып го дейм. Сразу той болот дейм. Жана Кудайым буйруп жатса, той жакын күндөр болот, бирок азыр эмес, анткени кыш мезгили бир аз мага жакпайт, что баары суук, ошо жадыйсың го. Буюрса, бизде баары жакшы болуп атса, жазда. Жазда той. Эми ал жерге барып, сразу үйлөнүп кеттик нерсе жок го. Көрөсүң, таанышасың, если бири-бирибизге туура келген болсо, анда буюрса той болот. Ал жакка барганда мен ойлоп атам да, атайым акча төлөп берет деп да анча-мынча угуп калгам. Жок, акча төлөбөйт. Барды, негизи чындык. Негизи элдин оозу неге бар го? Эл айтат, сага акча береби деп. Жок, ал жерде вообще бардыгы негизи чындык экен негизи. Чындык. Бардыгы чын акча төлөбөйт экен.
бир болайыкка бардыңыздар, буюрса жүп болдуңуздар, той дагы жакында экен. Анан негизи эле ошол интернет тармагындагы комментарий бөлүмдөрүнө баш багып турасыздарбы? Жаман, жакшы комментарийлерге. Түшүнбөй калдым дейм, Жок, түшүнбөй калдым. Комментарийди окусаңарбы дейт комментарий. Иә, окуйм. Жакшы нерсе. Енді әрбір адамның сөзіне бір шалып кету керек та. Енді біреуі ақылды нәрсе айтады, жақсы нәрселерді айтады, андай ақылды нәрсе айтады. Ана жолы мысалға екеуміз, Арген екеуміз ренжісіп қалған кезде Мейірбек мен құшақтап қалған ғой. Суық болды да, студия бүйтіп құшақтап тұрған. Сол видеоның бәрі тарап кеткен ғой. Одан кейін мен басына дұрыс түсінбедім да, Аргенге айғалып тастадым. Неге енді не істеймін, Мейірбек досым ғой. Одан кейін маған уже қолдаушылар жаза бастады. Аргендікі дұрыс, ренжіп жатқан дұрыс, ол ана-мынау, сен енді екеуің таныстық үстіндесіңдер, болмайды өйтуге, бүйтіп. Одан кейін бүйтіп ашуымды басып түсіндім да, Аргенге звондап, нормально уже кешірім сұрадым, ондай қайталанбайды деген сияқты. Сондайда комментарий оққан жақсы негізі. Жакшы. Анан Арген экөөбүз бир жактан келебиз, Жалал Абадтанчы. Биз жакта деген эми TikTok үйлөнгөндөн тойдон кийин аялы TikTokко чыгып алып жана жүргөн терс көрүнүштө. Эгерде сага TikTok тартпа, үйдө гана отур десе, макулсуңбу? Жок. Жок, да. Эми жана TikToктун деле жана өз орду мисалы жана ачык кийинип жанагындай эңкейип, тияк-бияк видео алып дейм. TikToктун деле өз негизи орду бар да, мисалы үйлөнгөндөн кийин делечи. Ар нерсе өз убактысы менен биз азыр негизи бойдокпуз. Азыркы убакта тапка жарашкан нерселерди тартабыз. Дальше үйлөнгөндөн кийин жана семейный нерселерди тартышыбыз мүмкүн. Жоқ, егерде мен вообще сөз бермейін деп тұр ғой, үйленгеннен кейін маған вообще аузын жауып мен өзім сөйлеймін деп. Жоқ, негізі мен өзім кішкентай кезімде осындайға жақынмын да, камераға жақынмын, жаңағы TikTok түсіргенге бұрында кезінде дабсмэш деген нәрсе болды, сол кезде түсіретінмін. Ол маған жақын, ол мен частичка меня дейді ғой, и мен өзімді никогда не предам, біреу түсірме десе, мен наоборот айтамын, это я, егерде мен осындай болса, осындай қабылда мен TikTok түсіре беремін. Бірақ, конечно, орынды түсіресің да, енді келін болғаннан кейін барып енді ашық бүйтіп қуып билеп жүрмейсің ғой, енді әрине уже ол кезде контент бөлек болады, келіннің өмірі деген сияқты. Жакшы. Аржан негизи Казакстанда калың канча кыз кишиге? Калың канча беле? Калың мал ма? Калың мал әртүрлі, семьяға байланысты. Мысалға бізде жоғарғы оқу орнын бітірген қыз болса, қалың малы өсет, чем школ бітірген қыздан қарағанда. Жоғарғы оқу орнын бітірсе, қалың мал жоғары болады. Онда егерде магистратура, докторантура болса, өсе береді ғой бүйтіп. Сенікі қанша болушы мүмкін? Бұныкі менің қалың малым 3 миллион деп. Қалың мал жоқ бұл негізі, тегін әкелесің ғой негізі. В смысле сен мені баға етпейсің ба? Маған 3 миллион емес, 50 миллион не жалко. Бриллиант дейді маған бүйтіп. Бары арман ғой, короче, маған неге арман дейсің ғой, короче. Жоқ, енді мамам... Негізі маған айтқанда, короче, если айылып отырған болса, жаңа ойларды сабасың, бізде еме ғой, жаңа пақтамен мәкеден жүгері ғой негізі. Пақта чабасың, пақта тересің, ешбіріне елестеттім да мұныңшы. Қандай болады дечі. Жоқ, қалың мал мәселесі оны... Негізі қыз шындап жақсы көрген болса, барына дайыр болады ғой деймін. Анда кийинки бөлүк дал ушул комментарий бөлүмүнө кезек беребиз. Жана жогоруда айткандай эле бул жакта жакшы дагы бар, жаман дагы бар. Анан биринчи эле Клара деген кыз экен, 1992-жылкы окшойт. Ужас кыргызда кыз куруп калдыбы, кыргыздын кызы тиги менен жүрдү деген эркектер могу балаңарды не кылалык эми? Не кылыш керексиң эми? Просто бакыт тилеп койгон, и всё. Жамал деген уулу эле жекебиз экен. Не болду анча? Казашкаларга жабышып калдыңар го, ита көзүбүздө эркек аз кезде дейт. Да, бизде азбы кыздар эркектер азбы? Сизде эркек азбы? Жок, мындайда, например, ошо өзүм айткандай эле, казак, кыргыз илгертетен эле жаңы кудо болуп келишкен. Эмнеге бул жерде казак кызы же кыргыз кызы дебейм, кыргыз кызы, ар бир кыргыз кызы сулуу, казак кызы да сулуу. Просто менин тандоом Аружан болду. Аружан, Казакстандан бала таппай калдыңбы, Кыргызстандын эмнесине кызыгып жатасың? Енді Қазақстаннан бала таппай қалмай 2 ай отырдым ғой сол жерде. Таппай қалдым дейсің ба? 2 ай бойы келмейсіңдер ма? Соншама көкіректерін бүйтіп ұрып, ешқайсысы келмеді ғой, мысалға нормальный өткер. Маған келмегеннен кейін Арген жақсы ухаживать етіп, жақсы маған көңіл бөліп, шын жүрегімен сүйіп жатқаннан кейін неге қарамасқа? Енді қазақ жігіттері жаман деп айтпаймын, жақсы балалар бәрі. Бірақ енді маған келмегеннен кейін уже кеп тұр бағым мысалға мүмкін осы деп айттым. Отырдым ғой, кемші ма?
Талантов дейт. Арген, Аржан өтө мыкты парасыңар, бактылуу болгула дейт. Чоң рахмат. Чоң рахмат деп көрдүңөрбү? Айдай Нурланова, бактылуу болгула Арген, Аржан молодец дейт. Жаштар кыргыз казакты дагы жакындатып жатасыңар. Чоң рахмат Айдай сизге. Негізі біз айтамыз да, мы должны стать мостом между Кыргызстаном, Казахстаном деген сияқты. Енді біз қазақ-қырғыз болғанбыз ғой. Бүткіл традицияларымызды 100% ұсайды, тілдерімізде, мысалға мен қырғызша білмесем де, сізді түсініп отырмын да, мысалға Аргентте түсінемін. Сондықтан біз мост боламыз естіп, көпірі деп өтеміз. Жашы. Эльмира дейт. Аружанды алдаба, Аружанды кыйнава дейт. Кыргыздын жигиттерин уят кылба, ита келе Назар уят кылды, барышы барып алып дейт. Бул жерде Назарды уят кылды дебейм негизичи. Анткени ал негизи ал жерге барды. Өз бактысын негизи бар издеп көрдү. Өзүм айткандай эле ал жерге барып да үйлөн деген нерсе жок. Просто таанышып көрдү. Бири-бирине туура келбеди и сразу кетти Кыргызстанга. Сейит Каналиева дейт. О, кагылайын кыргыздын жигиттери, биз силерди кызганабыз башкалардан дейт. Кызганбагыла жырактарым. Жоқ, негізі орынды қызғану, егерде біздің де қазақ жігітіміз Қырғызстанға барса, біздің де қыздар қызғанатын еді, типа, неге бізде де ұлдар аз ғой, неге Қырғызстанға бар, біздің де қыздар бар ғой деп айтатын еді. И то он симпатичный же, енді қыздар мәрі қарайды ғой енді. Да. Содан кейін айтады ғой. Қаяқта бүгін түрім қашып кетті ғой. Мариям дейт. Биздин кызды ыйлатпа дейт. Жүз рет жылапсақ уже. Отвечай бар ғой. Қашан үйладың? Қашан күнде Құдайдың құтты күні ұрыс қалған кезде деген. Сен не үйлейсің? Сосын танк істеген кезде де. Жоқ, мен саған алғын негізі жаңылған емеспін. Просто ошында өзім авария болып қалдым. Арген жоқ дейледі, жаным дейсің сразу керекші. Олай емес, бай ғой, тиктокта в общем отырмыз, мен настроением жоқ бұл деген. Қалайсыңдар деп отыр. Мен настроением жоқ, жылағым келіп отыр. Қолдаушылардың бәрі. Аржан, сен жылағансың ба? Бірден ке дейді, сосын антырда эфирден шығамын да, қазір саған звондаймын дейді. Сосын затта не болды деп жажырет болды, типа нормально все деймін да. Ок дейді да. Кейін үйіңе бардың ғой? Кейін сен енді сағат 4 сағаттан кейін бірақ келдің ғой. По-любому бардың. Бірақ жылап үлгердім ол моментте, уже жылап өкіріп ана. Ана хачена. Хорошо, мынан илатпайм. Илатпа дейді. Нурбу Алимжанова дейді. Аружан дейді. Уяты деле жоқ кыз экен дейді. Азыр жөн эле жууп бертең Арген аябай мүнөзү келишпей калса не кыласың дейді. Характер өзгөрүп кетсе не кыласың дейді. Аргеннин ба? Характер өзгеріп кетсе, енді өзіңе жағатындай мысалы туралайсың ғой, өзі айтып тұр ғой, мен сені өзгертемін, мен де өзгертемін, бірақ адамның характері ұрысқан кезде көрінеді да, самый жаман черта характері дейді ғой, бірақ бұның самый жаман черта характерін көріп алдым, бірақ оған мен нормально қараймын да. Бұл қырсық мен сияқты, мысалға мен айтамын, мен жасаймын десем, сен жасамайсың дейді, жарайды жасамаймын десем, жоқ жаса сен дейді да. Сол самый жақпайды, осындай қыламын деген қыздар болады ғой, мынаны қыламын. Вообще жуны қыздар жақпайды, өз білген бар ғой? Жақпачы десең, мұрда жақпачы. Жақпайды, жоқ, өзгерттім аз бұны. Аздан бұрат, алдайды мені, жаркен шындай қылайды дейді, мен сразу давай деймін. Сол самый қатты мен алдайды өзінен қыздар бар ғой, алда, ичкесекең келіп жатады. Башында жоқ, андай қылбаймын, мен жебеймін, албаймын дейді, бұл шығады уже көңіл қалды. Үйлөнгөндө эле алып кет, ага чейин алып кетсең, эки элдин салтына туура келбейт дейт. Жок, азыр негизи келип, Кыргызстандын кандай, элдери кандай деп көрсүн да алып келдим, чтобы кийин келгенде кыйналбасын деген ниетте алып келдим. Кыргыздын келини болуш оңой эмес, эмгек кылыш керек Аружан дейт. Иә, мен негизи енді мен андаймын ғой деп, мен фильм Айбек бар ғой, мен үшін Айбек деп. Қосылып кетеді онда сонда деп кешіріңіздер деп. Тош Айбек деп. Бұндай негізі айтпай деген өзінше. Негізі бұл жаңа бірінші эфирге шыққанда жаңағы деп баланы емесмен шыққанда сен қызың транс қой, не қыласың дегендер көп жазды мағанша. Жоқ, транс емес, қыппа қыз. Просто үйіне үстінде өзгеріп тұрады. Қыз еле транс емес, қыз. Ай, мысығымды көресіңдер ма қарандар деп. Мынау потя ғой қазір. Аружан қана. Все нормально. Ой, sorry. Дама дейт. Аружан эркелеп тимеле Аргендин башына чыгып алды. Аружан минтип эле эркелей берсе кереги жок дейт. Аружан эркелеп. Жок, негизи мага эркелиги жагат. Өтө эркин, мен жанагы негизи мен Кыргызстанга келем го, уже Аружан, Арген деп коюп барам го. Жан деп эркелеп калса сразу элечи.
ар нерсе көрсө менен экен алыстыктан да бир аз эме атат. Мен Бишкекке келем го. Ну вообще өзгөрөт. Алматыга барсам башка Аружан, бияка келсем башка Аружан. Жоқ, мен просто енді кішкентай кезімнен әкем 7 жасыма дейін болды да, одан кейін ажырасып кетті ғой. Сондықтан мен мамаммен өстім да, атам в основном еркелететін, енді одан кейін немере болды, особо ер азаматтың еркелеткенін көрмедім да, и мен сол аргеннен соны көріп жатырмын да, сол үшін қатты еркелегім келеді, потому что кішкентай кезімде еркелеп үлгерген жоқпын. Қазір енді любой қыз еркелегісі келеді ғой негізі. Кейінге Құтман дейді, Арген, Аржан, айланайындар, бақыттылы болуға, өзің айтқанда екі елдің көпіресі болуға, той болсын, омин дейді. Чоң рахмат, Құтман, бұйырса. Омин да қойын. Жашы, жоғырда айтып қалың, алыстық біраз мамилебізді бұзып қойғандай депші. Анан, мүмкін Алматыға әлі, Қазақстанға әлі көшіп кетесіз? Жоқ, көшіп бара қойман кені елестетіп келдім, Алматыға көшіп барадам. Мен негізі башын айтқан болым, жоқ Алматыға не вообще мындай айтканда ички окуп атпайбы? Жок. Кыргызстан эле. Барбайм дебейм, барам. Бирок Бишкекте турабыз көбүнчө. Бирок азыркы учурда бирок барып турам. Жоқ, қазір таныстық барысында сен жол айтып едің ғой, танысып болғанша үйленгенше мен Алматыға там 1 ай 2 айға келіп. 1 ай 2 ай деген жоқ, 1 жұма 2 жұма дедім. Просто уже мына 1 айда да мен саған айтпадым, 1 жұма. Айтады ғой, көзден келсе жүректен де кетеді деп. Сен расстояние болса, по-любому орсыздар болады, түсінбейсің, қайда жүрсің, білмейсің ғой қайда жүргенін. Бір Құдай біледі қайда жүрсің, может клубта жүрген шығарсың, мен білмеймін ғой, үйде переживать етіп, сондықтан көз алдында жүру керексің сен. Жашы, анда игіліктерді қалайбыз? Анда ушундай Жылдыз Тайм рубрикабызга келип, жылдыз болуп маек бергениңизге чоң рахмат. Буйруса ишиңиздерге ийгилик, анан кийинкиде тоюңуздарга той болсун, буйруса бизде да. Келиңиздер жалпы катталуучуларга ийгиликтерди, анан да Кыргызстанга калуу тилейм. Урматтуу жалпы бизди көрүп жаткан бардык көрөрмандар, чоң рахмат. Бизди бардык колдоочулар буйруса жакын күндөрү жакшы жаңылыктармен таап беришип турабыз. Қолдаушыларға көп рахмет еткім келеді. Бізді қолдап, жазып, бізге уайымдап жатқандарыңызға. Қазір көріп отырсаңыздар, барлық қолдаушыны ерекше жақсы көреміз. Және де барлық хаттарыңызды оқып отырамыз. Сіздерге көп рахмет қолдауларыңызға.